Жасанды спутниктер адам қолымен жасалып ғарышқа ұшырылатын аппараттар. Олар жерді немесе басқа планеталарды орбитаға айналып ұшу үшін жіберіледі. Жасанды спутниктер әртүрлі міндеттер атқарады және қазіргі ғылым мен технологияның дамуына үлкен үлес қосады. Жасанды спутниктер деген не? Жасанды спутник бұл жердің немесе басқа аспан денелерінің орбитасына арнайы зымыран көмегімен шығарылған ұшу аппараты. Ол орбитада гравитация күші арқылы қозғалып тұрады. Жасанды спутниктердің қызметтері өте көп. Байланыс, теледидар, радио, интернет, мобильді байланыс сигналдарын жеткізеді. Навигация, GPS, карталар, көлік навигациясы, ұшақтар мен кемелердің жол табуында қолданылады. Ғылыми зерттеулер жердің атмосферасын, ғарышты, планеталарды зерттейді. Ауа райын анықтауда метеоспутниктер көмектеседі. Әскери мақсаттар мен экологиялық бақылауларда қолданылады. Алғашқы жасанды спутник 1957 жылы КСРО алғаш рет спутник 1 атты жасанды жер серігін ұшырды. Бұл адамзаттың ғарыш дәуірін бастады. Орбиталық қозғалысқа келетін болсақ, спутниктер орбитада Ньютонның әмбебап тартылыс заңы мен орталықтан тепкіш күштің теңдігі арқасында ұшады. Мысалға келтірсек, егер аппарат орбитада жеткілікті жылдамдықпен қозғалып тұрса, ол жерге құламайды, керісінше оның айналасында ұша береді. Енді осы видеода біз ғарышты зерттеу жобалары мен ғарыш аппараттарының артықшылықтарын талдайтын боламыз. Сонымен бәріне сәлем. Бүгінгі біздің тақырып ол жер маңындағы стационар орбиталардағы ғарышты зерттеу жобалары мен ғарыш аппараттарының артықшылықтары. Және де қосымша біз бүгін қараймыз жақсы нәтиже берген зерттеу жобалары мен Қазақстан қатысқан зерттеу жобаларын. Біріншісі қара кететін нәрсеміз ол жер маңындағы орбита дегеніміз не? Сонымен жер маңындағы орбита дегеніміз жерді айнала қозғалатын ғарыш аппараттарының қозғалыс траекториясы. Оның бізде негізгі екі түрі бар. Біріншісі LEO, яғни жердің төменгі орбитасы. Екіншісі GEO, геостационар орбита. Біріншісі LEO дегеніміз төмен жер орбитасы. Ол жер бетінен 160-тан 2000 километрге дейінгі биіктікте орналасады. Бұл жердегі спутниктердің жерді толық айналып шығу уақыты 1,5-2 сағатты құрайды. Яғни 90-120 минут. Бұл орбита негізінен жерді бақылау, ауа райын зерттеу, ғылыми мақсаттар мен төмен кідірісті байланыс жүйелерінде қолданылады. Мысалы, интернет және байланыс желілері. Екіншісі ол бізде геостационар орбита. Геостационар орбита жер бетінен 35786 километр биіктікте орналасады. Бұл геостационар орбитадағы спутниктер жерді 24 сағатта бір рет айналып шығады. Жердің айналу жылдамдығына тең. Геостационар орбитасы көбінесе телехабар тарату, спутниктік байланыс және ауа райын бақылау салаларында пайдаланылады. Сонымен жердің төменгі орбитасындағы ғарыш аппараттары және олардың артықшылықтары. Біріншісі ол бізде Starlink сателлит. Бұл ғарыш аппараттың негізгі мақсаты жаһандық жоғары жылдамдықты интернетпен қамтамасыз ету. Starlink мыңдаған шағын спутниктерден тұратын топтаманы пайдалана отырып, әлемнің кез келген нүктесінде интернет таратады. Әсіресе шалғай, ауылдық инфрақұрылымы нашар аудандарда. Екіншісі International Space Station, немесе қысқаша ISS. Бұл ғылыми зерттеу платформасы. ISS ғарышта ұзақ мерзімді тіршілік ету мен микрогравитация жағдайындағы ғылыми тәжірибелер жүргізу үшін жасалған станция. Онда ғарышкерлер биология, медицина, материалтану, технология және жерді бақылау салаларында зерттеулер жүргізіледі. Бұл бізде Starlink сателлит сияқты интернет таратпайды. Бұл ғарыш аппаратында көптеген тәжірибелер жүргізеді. Микрогравитация жағдайында бола екен ұзақ мерзімді тіршілік ететін заттарды көбінесе соларға тәжірибелер жасайды. Келесі бізде Terra және Aqua. Бұл NASA-ның ғарыш спутниктері. Terra спутнигі жердің атмосферасын, құрлықтарын, мұхиттарын және экожүйелерін бақылайды. Ол климат өзгерісі,
ластану, орман кесу және табиғи апаттар сияқты құбылыстарды зерттеу үшін қолданылады. Ал аква спутнигі болса, жердегі су айналымын бақылайды. Ол булану, бұлт түзілу, жауын-шашын, қар мен мұз қабаттарын зерттеп, ауа райын болжауға және климаттық модельдер жасауға көмектеседі. Келесі бізде Planet Labs. Planet Labs спутниктері жердің бетін күн сайын суретке түсіріп, нақты уақытқа жақын ақпарат ұсынады. Олар ауыл шаруашылығын бақылау, орманды қадағалау, жер пайдалану өзгерістерін талдау, табиғи апаттардың салдарын анықтау және қала құрылыс сияқты салаларда қолданылады. Келесі бізде ол геостационар орбитасындағы ғарыш аппараттары және олардың артықшылықтары. Біріншісі GOES, Geostationary Operational Environment Satellites, яғни ақш-тың ғарыш аппараты. Бұл жоба дауылдар мен тропикалық циклондарды ерте анықтау. Нәтижесінде бұл спутник арқылы ақшта дауылдардың пайда болу сәтінен бастап нақты уақыт режимінде бақылау жүргізіледі. Бұл жүйе адамдарды уақытында ескеріп, құтқару қызметтерінің әрекет етуін жеделдетуге көмектеседі. Бұл да ақшта, бағана айтып жатқаным, осы ғарыш аппараты адамдарға дауыл кешкен кезде бірден хабар береді. Соның арқасында көптеген адамдар аман есен тірі қалады. Екіншісі бізде Жапонияның Himawari 8 деген ғарыш аппараты. Бұл жоба Азия тынық мұхиты аймағының ауа райын нақты уақыт режимінде бақылау. Нәтижесінде Himawari 8 спутнигі әр 10 минут сайын жоғары ажыратымдылықтағы суреттер жібереді. Бұл деректер жапондық метео қызметтің ауа райын болжау дәлдігін арттырады және апатты жағдайлардың алдын алу мүмкіндігін жақсартты. Сонымен қатар орман өрттері мен вулкан атқылауларын ерте анықтауға мүмкіндік береді. Бәріміз білеміз, Жапонияда вулкан атқылауы мүмкін, және де ол тынық мұхитында орналасқандықтан цунами келуі мүмкін. Соны бақылап, хабар беріп отырады әр 10 минут сайын. Келесі бізде Ұлыбританияның Inmarsat атты ғарыш спутнигі. Бұл жоба жаһандық жоғары жылдамдықты интернетпен қамту. Мақсат сондай. Нәтижесінде авиация, теңіз және алыс аймақтарда орналасқан мекемелер үшін жоғары жылдамдықты сенімді интернет байланысы қамтамасыз етілді. Бұл жүйе көлік және қауіпсіздік салаларында тиімділік пен үнемділікке қол жеткізді. Яғни Ұлыбританияның Inmarsat атты ғарыш спутнигі жоғары жылдамдықты интернетпен қамтиды екен. Төртіншісі бізде ол Meteosat, ол Еуропа елдерінің ғарыш спутнигі. Бұл жобаның мақсаты Еуропа мен Африка үшін ауа райын бақылау. Нәтижесінде бұлттардың қозғалысы мен температура өзгерістері үнемі бақыланып отырады. Бұл деректер метеорологиялық болжамдардың дәлдігін арттырып, ауыл шаруашылығы мен авиация саласында маңызды шешімдер қабылдауға көмектесті. Енді келесі бізде Қазақстан қатысқан зерттеу жобалары. Бәріміз білеміз, Қазақстанда өзінің көптеген жетістіктері бар ғарыш бойынша. Яғни Қазақстан соңғы 10 жылдықта ғарыш саласында байланыс, жерді қашықтан зондтау, яғни бақылап отыру, зымыран ұшыру және адамдық миссиялар сияқты маңызды бағыттарда жобаларды іске асырып, технологиялық тәуелсіздікке ұмтылып келеді. Әсіресе Казсат пен Казиосат жобалары нақты практикалық нәтиже берген бастамалар. Кеттік. Бізде Қазақстан бойынша қандай ғарыш спутниктері бар? Казсат байланыс спутниктері. Ол өзінің 3 спутнигі бар. Казсат 1, Казсат 2 және Казсат 3. Бұл жобаның мақсаты Қазақстанның ұлттық байланыс және телехабар тарату жүйесін дамыту. Оның өзінің серіктестері бар, Ресей. Нәтижесінде Қазақстан тәуелсіз спутниктік байланыс жүйесіне ие болды. Мемлекеттік және коммерциялық байланыс, телевидение, интернет қызметтері, отандық инфрақұрылым арқылы қамтамасыз етілуде. Шетелдік операторларға тәуелділік азайды.
яғни бұның арқасында біздің өзіміздің интернетіміз бар, және телевидение байланыстарымыз бар екен. Екіншісі дистанциялық зондтау, яғни жерді қашықтан барлау. Дистанциялық зондтау спутниктері, ол бізде екеу, Казгидромет-1 және Казгидромет-2. Серіктес ел бұл жерде Франция болып келеді. Мақсаты жер ресурстарын басқару, яғни ауыл шаруашылығы, су, экология, табиғи апаттарды болжау және бақылау, қалалар мен инфрақұрылымды қадағалау. Яғни Арал теңізінің сарқылғаны бізде осы дистанциялық зондтау арқылы былай айтқанда байқалған. Нәтижесінде Қазақстан жоғары ажыратымдылықтағы ғарыштық суреттерді өзі алу мүмкіндігіне ие болды. Ғылыми зерттеу және қауіпсіздік салаларына серпін берілді. Яғни бұл спутниктер арқылы біз өзіміздің елімізді ғарыштан сурет ала алады екенбіз. Келесі ол бізде ғарышкерлік бағдарламалар. Бәріміз білеміз, 3 ғарышкеріміз бар біздің. Ол Айдын Айымбетов, Қазақстанның 3-ші ғарышкері және тәуелсіз Қазақстан атынан ғарышқа ұшқан алғашқы азамат. Ол 1972 жылы Талдықорғанда дүниеге келген, әскери ұшқыш мамандығын меңгеріп, Қазақстан әуе күштерінде қызмет атқарған. 2003 жылы Айдын Айымбетов ғарышкерлер құрамына қабылданып, ұзақ дайындықтан өтті. 2015 жылдың 2 қыркүйегінде Байқоңырдан Союз ТМА-18М кемесімен ғарышқа ұшты. Экипаж құрамында Сергей Волков, Ресейден, және Андреас Могенсен, Еуропа елдерінен болды. Миссия 10 күнге созылып, Айымбетов халықаралық ғарыш станциясында ғылыми тәжірибелер жүргізді. Ол жер атмосферасын, экологиялық аймақтарды бақылап, Қазақстан дайындаған ғылыми зерттеулерді орындады. Яғни 2015 жылы 2 қыркүйекте ұшты, 12 қыркүйекте қайтып келді. 12 қыркүйекте ғарышкер жерге аман-есен оралды. Айдын Айымбетовтың ғарышқа сапары Қазақстанның ғылымы мен ғарыш саласындағы маңызды жетістіктердің бірі болды. Демек, Айдын Айымбетов бізде Қазақстанның, тәуелсіз Қазақстанымыздың бірінші алғашқы ұшқан азамат болып келген. Екінші ол бізде Тоқтар Оңғарбайұлы Әубәкіров, Қазақстанның тұңғыш ғарышкері, ұшқыш сынақшы, Кеңес одағының батыры. Ол 1946 жылы 27 шілдеде Қарағанды облысының Қарқаралы ауданында дүниеге келген. Тоқтар Әубәкіров авиация саласында ерекше жетістіктерге жеткен. Ол реактивті әскери ұшақтардың ондаған түрін сынақтан өткізген, тәжірибелі ұшқыш. 1991 жылы Тоқтар Әубәкіров ғарышқа ұшу құқығына ие болып, 1991 жылдың 2 қазанында Байқоңырдан Союз ТМ-13 кемесімен ғарышқа көтерілді. Бұл Қазақстан тарихындағы алғашқы ғарыш сапары еді. Ол ғарышта ғылыми тәжірибелер жүргізіп, 8 күннен кейін жерге аман-есен оралды. Әубәкіровтің бұл миссиясы Қазақстанның ғарыш саласына жол ашып, ел тарихында мәңгілік орын алды. Тоқтар Әубәкіров мемлекет пен қоғам қайраткері, еліміздің тәуелсіздік кезеңіндегі маңызды тұлғалардың бірі. Оның ерлігі мен еңбегі қазақ халқының мақтанышына айналды. Демек, Тоқтар Оңғарбайұлы Әубәкіров Қазақстанның ең тұңғыш ғарышкері болып келген. Үшіншісі бізде Талғат Амангелдіұлы Мұсабаев. Қазақстанның 2-ші ғарышкері, авиация генерал-лейтенанты, халық қаһарманы. 1951 жылы 7 қаңтарда Алматы облысына дүниеге келген. Авиация инженері мамандығын меңгеріп, тәжірибелі ұшқыш ретінде танылған. Талғат Мұсабаев ғарышқа 3 рет ұшқан қазақстандық. Оның алғашқы миссиясы 1994 жылы жүзеге асты. 2-ші ғарыш сапары 1998 жылы. 3-ші рет ол 2001 жылы Союз ТМ-32 кемесімен халықаралық экипаж құрамында ғарышқа көтерілді. Жалпы ғарышта өткізген уақыты 341 күннен асады. Бұл Қазақстан тарихындағы ең ұзақ ғарыш миссиялары болып табылады. Ғарыш станциясында Талғат Мұсабаев не істеді десек, ол көптеген ғылыми эксперименттер орындап, техникалық жұмыстар жүргізді. Сонымен бірге халықаралық экипаждармен бірлесіп бірнеше рет ашық ғарышқа шықты. Талғат Мұсабаев Қазақстанның ғарыш саласын дамытуға үлкен үлес қосқан тұлға. Ол ұзақ жылдар бойы Қазкосмос ұлттық ғарыш агенттігінің басшысы қызметін атқарды.
оның еңбегі мен ерлігі қазақ халқының мақтанышы болып саналады. Сонымен қорытындылай келе бізде Талғат Мұсабаев 1951 жылы 7 қаңтарда Алматы облысында Талдықорған қаласында дүниеге келген екен. Ғарышқа 3 рет ұшқан, жалпы өткізген уақыты 341 күн. Және де ғарыш станциясында көптеген эксперименттер жүргізіп, бірінші қазақстандық, былай айтқанда, халықаралық экипажбен бірлесіп, ашық ғарышқа шыққан бірінші қазақ болып табылады. Енді сонымен қорытындылай келе, жер маңындағы стационар орбиталарда, геостационарлық орбиталарда, яғни орналасқан ғарыш аппараттары заманауи байланыс, метеорология, қауіпсіздік және ғылым салаларында маңызды стратегиялық рөл атқарды. Осылайша жер маңындағы стационар орбиталардағы жобалар ғаламдық тұрақтылық пен қауіпсіздікке, ғылыми техникалық прогреске жол ашатын негізгі құралдардың бірі болып қала береді.